Бүгінгі жаңалықтарды ұсынамыз. Әдеттегідей белсенді болып көбірек пікір жазып лайк басып қойсаңыздар қуанып қаламыз. Әлем назары әлі де Иранға ауып отыр. ақш әскери шабуыл жасауы мүмкін деген хабар жиілеген тұста Иран әуе кеңістігін жауып тастады. Алайда 6 сағаттан кейін қайтадан ашты. Ал ақш президенті Дональд Трамп Иранда кісі өлімі тоқтады, бірақ жағдайды бақылап отырмыз деді. Елде наразылық басылып келе жатыр. Бүгін Тегеранда жүздеген адам жиналып, ереуілді күшпен басу кезінде қаза тапқан қауіпсіздік қызметкерлерін ақтық сапарға шығарып салды. Кейінгі ақпарат сюжеттен білейік. Тегеранда наразылық кезінде қаза тапты деп хабарланған күштік құрылым өкілдерін ақтық сапарға шығарып салып жатыр. Иранда 2 апта бұрын басталған наразылық ушығып, шерушілерді тарату кезінде 100-ден астам мемлекеттік немесе қауіпсіздік қызметкерлері қаза тапқаны айтылған. Жаназаға жиналғандардың ішінде қайғырғандар да, сыртқы күштерді айыптап сынағандар да болды. Өз елінің адамдарына оқ ататындар бізден емес. Бұл бөтен сырттан келген түсінік. Бұл ақш пен Израильдің ойлау тәсілі. Ондай адамдарды Иранның барлау қызметтері анықтап жазаға тарту керек. Бірдеңені өртеу бізге қаржылық шығын әкеледі. Бұл экономикалық мәселелерді шешпейді. Мәселелерді бейбіт наразылық кезінде не келісе отырып шешуге болады. Ал тәртіпсіздік ешқандай пайда бермейді. ақш-тағы Human Rights Activist News Agency ұйымының мәліметінше, Иранда 2403 шеруші мен 147 қауіпсіздік қызметкері қаза тапқан. ақш президенті Дональд Трамп наразылық жалғасып жатқан Иранда кісі өлімі азайғаны жөнінде ақпарат алғанын айтқан. Оның сөзінше, наразыларға қарсы өлім жазасы қолданылмайтын болған. Бұған дейін Трамп Иран билігі шерушілерді өлім жазасына кессе, ақш өте қатаң шаралар қолданатынын ескерткен. Иранда адам өлтіру тоқтады деген ақпарат алдық. Сондай-ақ өлім жазасын орындау жоспары да жоқ деп естідік. Бұл ақпаратты маған сенімді дерек көздер жеткізді. Бірақ сонда да әлі бәрін нақтылаймыз. Бүгін сотталғандарға қатысты өлім жазасы орындалуға тиіс күн еді. Ондай жағдай болса, бәріміз қатты алаңдар едік. Соған қарамастан, Тегеран мен Вашингтон арасындағы шиеленіс әлі де ушығып тұр. Трамп жағдайдың қалай өрбитінін таразылап отырмыз деген. Сәрсенбі күні кешке Иран билігі ақш жақтан қауіптің күшеюіне байланысты әуе кеңістігін уақытша жауып тастады. Осы тұста қазақстандық Air Astana әуе компаниясы ұшақтарының бағыты өзгеретінін, Иранды айналып ұшатынын мәлімдеді. Flight Radar дерегіне сәйкес, Иран аспаны 6 сағатқа жабылып, кейін жолаушылар ұшағы қайта ұша бастаған. Ирандағы наразыларға байланысты Вашингтонның Тегеранға соққы жасауы мүмкін деген ақпарат жиілеген тұста, Ұлыбритания Тегерандағы елшілігін уақытша жауып, барлық қызметкерін эвакуациялаған. ақш өзі Қатарда орналасқан әуе базасындағы қызметкерлер санын азайтқан. Бұл ақпаратты Рейтер агенттігі хабарлады. Иран парламентінің спикері Мухаммад Калибаф, ақш шабуылдаса Тегеран Американың таяу шығыстағы әскери базаларына соққы жасайтынын ескерткен. Тегеран елде экономикалық талаптан туып, саяси қарсылыққа ұласқан көтеріліс белең алған тұста, интернет, телефон байланысын толық үзген. Кейбір бұқаралық ақпарат құралдары наразылық қарқыны басылғанын жазып жатыр. Иран азаматтық авиациясының жұмысына қайта рұқсат берген соң, Тегераннан Душанбеге бүгін күннің алғашқы рейсі ұшып келді. Азаттықтың тәжік қызметінің журналистері олардан Ирандағы жағдайы қалай деп сұраған. Олар адам өлімі көбейіп кетті деген. هنوز عادی نشده و مسلماً اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کار آشناسورا دارن کسانی که کشته شده باشه. بسیار زیاده، بسیار زیاد. جنازه ها رو نمیدن. اینترنت فعلا قطع. انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه. مسجد داره، مسجد بودش، بعد بودش جایی رو کشید، ماشین بانک ندیدم، ماشین پلیس داره. Азаттықтың Иранда хабар тарататын Фарда қызметі сөйлескен адамдар қазір Иранның ірі қалаларында күштік құрылымдарының өкілдері барлық жерді күзетіп жүргенін, адамдар көшеде айғайлап ұрандатқанды қойып, сыбырлап сөйлесетін жағдайда қалғанын айтқан.
Қазақстандық Иран танушы Жәнібек Көпжасардың сөзінше, қазір Иранда күшті құрылым өкілдері үйді тінтіп, наразылыққа қатысқандарды ұстап жатыр. Сұхбатқа назар аударыңыздар. Кешелі бері қарай Иранда байланыс іске қосылды, ұялы телефонмен байланыс іске қосылды. Бірақ Иранның ішінде ғана хабарласуға болады және Ираннан сыртқа хабарласуға болады. Бірақ сырт мемлекеттен Иранға хабарласу мүмкін болмайды. Сондықтан қазіргі соңғы алып отырған мәлімет бойынша наразылық біраз басылған. Көшеге ереуілдеп жүрген адамдар қазір өте аз саны. Және күшті құрылымдар жаңағы көше-көшені аралап, үйді аралап жүр деп айтады. Қатты қорқыныш барлығында, өйткені кеше Иранның бас прокуроры Мовахеди осы 3 күн 8-нен бастап 28-нен 11-не дейінгі аралықта 4 күн бойы көшеге шыққан ереуілшілердің барлығы қылмыскер деп жариялағаннан кейін қазір бәрі қорқып, сол артық сыртқа шығуға қорқып отыр бәрі. Сонда Ирандағы қазіргі ахуал тынышталды, билік көтерілісшілерді басып, жаншып тастады деуге бола ма енді? Солай айтуға болады. ақш-та орналасқан Human Rights Activities News Agency деген ұйым Ирандағы көтерілісте бейбіт тұрғындар мен күшті құрылымдар қызметкерлерін қоса есептегенде қаза тапқандар 2435 адам деп отыр. Ал Норвегияда орналасқан Иран Human Rights деген ұйым кемі 3428 адам мерт болғанын айтады. Иран енді осынша қазаны енді сырт әлемге қалай түсіндіреді? Енді бүгін Иранның сыртқы істер министрлігі арақши айтып кетті ғой. Бұл біз 4 күн бойы террористермен соғыс жағдайында болдық, террористермен атыстық. Сондықтан ол басып кірген террористер қарапайым халыққа да оқ атты. Өйткені олар жаңағы қарапайым халықтың арасындағы өлім санын көбейтуге тырысты. Сөйтіп ақш-қа жаңағы Трампқа Иран билігі қарапайым адамдарды атып жатыр деген ақпар бергізу үшін солай істеді деп айтты. Сөйтіп түсіндіріп жатыр қазір. Және жаңағы түскен видеоларға қараған кезде бірнеше видеодан көрінді, бет әлпеті ирандықтарға ұқсамайтын шетел азаматтарының көрсетті. Қай елден келгенін атап айтқан жоқ, бірақ сырттан Израиль жіберген террористер деп айтып жатыр қазір. Израильдің әрекеті деп отыр. Израильдің әрекеті, Израиль қару-жарақ беріп, сөйтіп Иранға кіргізді деп отыр.